Адамзат мыңдаған жылдар бойы табиғатты өзгертті. Сол өзгерістің кесірінен жүздеген мыңдаған жануар мен өсімдіктер жер бетіне жоғалып кетті. Бірақ ғылым жаңа сұрақ қойып отыр. Біз сол жойылып кеткен түрлерді қайтаруға дайынбыз ба? Бүгін сіздермен бірге жойылып бара жатқан түрлерді қайта тірілту туралы сөйлесеміз. Фантастикаға ұқсайтын, бірақ шындыққа айнала бастаған ғылым. Соңғы 500 жылда табиғи ортаның жойылуынан, браконьерліктен, климаттың өзгеруінен 900-ден аса жануар мен құс түрі жойылып кетті. Олардың бірі мамонт, додо, тасбарыс сияқты ірі жануарлар адамзаттың кесірінен жойылды. Додо бұл қазіргі кезде жойылып кеткен, ұша алмайтын үлкен құс. Ол тек Үнді мұхитындағы Маврикий аралында өмір сүрген. Додоның бойы шамамен 1 метрге жетіп, салмағы 10-15 килограмм болған. Ол адамдар келмей тұрған уақытта жыртқыштардан қорықпай еркін өмір сүрген. Өйткені Маврикий аралында оған қауіп төндіретін аңқұс болмаған. Бірақ 1600 жылы Европадан теңізшілер келген соң, олар өздерімен бірге ит, мысық, егеуқұйрық сияқты жануарларды ала келді. Бұл жануарлар додоның жұмыртқаларын жеп, ұрпағын жойып жіберді. Сонымен бірге адамдардың өздері де додоны азық ретінде пайдаланды. Соңғы рет тірі додо 1680 жылдардың соңында көрінді деп есептеледі. Яғни бар болғаны 80 жыл шамасында адамдардың келуі бұл құстың жер бетіне жойылып кетуіне себеп болды. Ал біз қазір оның ДНК-сын қайта зерттеп жатырмыз. Біз өз қолымызбен жоғалтқан табиғаттың бір бөлігін қалпына келтіре аламыз ба? Ал сіздерде қайта тірілту ғылымы қалай жүзеге асады деген сұрақ туындаған шығар. Геномдық инженерия, CRISPR технологиясы сақталған ДНК-ны басқа жануарға енгізу арқылы мамонттың гені пілдің геніне біріктіріліп, сол арқылы мамонтқа ұқсас төл туады. Яғни жойылып кеткен жануардың кейбір бөлшегі тірі жануардың бойында қайта жаңғыра алады. Мамонт қазіргі пілге ұқсайтын, бірақ жойылып кеткен алып жануар. Ол мұз дәуірінде, яғни ондаған мың жыл бұрын өмір сүрген. Мамонттың денесін қалың жүн жапқан, себебі ол суық климатта өмір сүрген. Олардың иіліп тұрған ұзын мүйізі, ұзын тұмсығы және алып денесі болған. Биіктігі 3-4 метрге дейін, салмағы 10 тоннаға жуық болған. Мамонттар Евразия және Солтүстік Америкада кең таралған. Олар шөппен, бұтақтармен қоректенген, табын болып өмір сүрген. Бірақ климат өзгерісімен адамзаттың көп аулауы олардың жойылып кетуіне себеп болды. Кейбір мамонттар шамамен 4000 жыл бұрын, яғни Египет пирамидалары салынып жатқан кезде ғана жойылып кеткен. 2021 жылдан бастап Colossal Biosciences компаниясы оның геномын қалпына келтіру жобасын бастады. Сібірдегі жақсы сақталған мұз ішінде ұлпалардан ДНК табылды. Сол ДНК-ны піл енгізіп, гибрид мамонт жасау жоспары бар. Олардың мақсаттары арктикалық экожүйені қалпына келтіру, мүктенген жерлерді қайта жаңғырту. Егер салыстыратын болсақ, қазіргі пілдердің жүні жоқ, ал мамонттың жүні қалың суыққа төзімді болған. Ғалымдардың айтуынша, алғашқы мамонт 2030 жылға дейін туылуы мүмкін. Ал додо құсын қазіргі таңда Харвард университетінің генетиктері оның ДНК-сын бөліп алды. Құстар арасындағы ең жақын туысы көгершін. Көгершінге додоның генін енгізу арқылы додоға ұқсас құс шығармақ. Қызықты факт, додоның ДНК-сы толық емес, бірақ компьютерлік модельдер арқылы толықтырылып жатыр. Бірақ оған этика мәселесі де бар. Туған жерінде табиғи жаулар сақталмаған. Қайта әкелінсе, экожүйеге қалай әсер етеді? Тасбарысы орталық Азияның символы азайып бара жатыр. Олардың гендік банктері жасақталған. Тасбарысы бұл жыртқыш мысық тұқымдас ірі жабайы аң. Ол көбінесе таулы, қарлы, суық жерлерде өмір сүреді. Қазақстанда негізінен Тянь-Шань, Жоңғар Алатауы мен Алтай тауларында кездеседі. Оның денесі ұзын, бұлшық етті, жүні қалың әрі ашық түсті. Үстінде қара дақтары болады. Бұл оны қар мен тастардың арасында байқалмайтын етеді. Тасбарысы жыртқыш, яғни үй жануары емес. Өзі аң аулап күн көреді. Көбінесе тау ешкісі, елік сияқты жануарлармен қоректенеді. Өте сирек кездесетін жойылып бара жатқан жануар. Қызыл кітапқа енген. Қазақстанда да оны қорғауға ерекше көңіл бөледі. Сонымен қатар кейбір жолбарыс түрлері де жойылу алдында тұр. Бұл дұрыс па, әлде бұрыс па? Табиғатқа араласу бізді құтқара ма, әлде одан сайын бұза ма? Қайта тірілткен жануарлар қайда өмір сүреді? Экожүйеге зияны тиюі мүмкін бе? Қызықты сұрақ. Ертең мамонт көбейіп кетсе, біз оны қайта аулаймыз ба? Ғылым фантастикаға ұқсап кетті. Бірақ шын мәнінде жүзеге аса бастады. Бәлкім біз 10-20 жылдан соң мамонт өмір сүріп жүрген дала, додо ұшып жүрген орман көрерміз. Сіз қалай ойлайсыз?
жойылған түрлерді қайта тірілту керек пе? Ойыңызда пікірге қалдырыңыз. Ал қазір жер бетіне жойылып кеткен додо құсы мен мамонттың дауысын бірге тыңдайық.